Көрерменге ассалаумағалейкум дейміз. Тағы да жаңадан қосылған жанкүйерлерге бұл негізгісі тақым қысатын кезең деп білеміз. Кабирхан тұлпарымыз қазада сәттілік тілейміз. Да, друзья, ассаламу алейкум всем, кто только подключился. Мой коллега справедливо заметил, весь день наши фанаты ждали этой скачки. Аль-Мактум Челлендж, группа 1. Сейчас вы на экране видите всех участников этой скачки. Номером у нас закреплен небезызвестный нам Клэптон, которого в прошлом году пророчили в основные фавориты в Аль-Мактум Челлендж. В этом году снова хочет попытать счастье в Аль-Мактум Челлендж. Клэптон привезен из... Скачет на нем Пэт Добс, тренирует его Даг Уотсон. И уже седлают своих лошадей. Пока нам 12 участников. За 6-м номером посеян. Ғашқы сондай бір негізгі хабар берген ол Сәкен Сейітханұлы еді. Ал қазілі сәйгүлігіміз, Кабирханымыз, қазақтың мақтанышы жарыс жолына шықты. Оны көрсеткен жоқ, бірақ Кристиан де Муро тақымдаған тұлпар, баптауындағы тұлпар, Тілек Мұхамбетқалиев ағамыздың ғана емес, қазақтың негізгі назарын жалпы атқа құмар еткен. Кабирханның арқасында біраз осы ат әлеміне өте үлкен қадам жасап кетті. Кабирхан несінде білдірмей, салқынғандылықпен қазіргі кезде бокс алып бір терлеп алған екен тұлпарымыз. Тұрпаты дейміз ба, жайлы мақтаныш тудырып тұр бізде. Жоқ, салқынқандылықпен шабандоздың көкірегіндегі каз деген жазу. Жалпы жейдесі де біздің байрағымыздың түстерінде. Бекасыл дұрыс айттың, бұл енді тек Тілек ағамыздың қазақ елінің аты болып та кетті. Кабирхан жалпы классикалық атшық бегілікке Қазақстанда өте үлкен қарқын берді. Жол ашты, Кабирханды көріп, біраз ағаларымыз, біраз інілер қазіргі кезде осы ат баптауға, классикалық ат шабысқа бәйгеге кіріп кеткен деп айтуға да болады. Алдарыңызда Кабирхан боксқа кіру сәт. Кабирхан еш қиындықсыз өз орнын таңдады, кірді. Барлық бокстарда Дорогие друзья, лошади заняли свои в боксах. Конечно, волнение. Конечно, Аль-Мактум Челлендж группа. Наш Кабирхан тоже волнуется. И дан старт. Как очень неплохо. Занимает бровку. И мы видим, что тактически принимает свое место в этом пелотоне. Так, а возглавляет у нас скачку 9-й номер Саид, 10-й номер Walk of Stars, которого мы не успели, наших зрителей. Walk of Stars — это сын Дубави, скачет на нем Текоши, Симар. Сейчас 10-й номер и 9-й возглавляют пелотон. 3-м и 4-м идут Гасит, 11-й номер, и 5-й номер Imperial Emperor. Сегодняшний день занимает 9-ю строчку. Әйтеуір тұлпар жиекке тамаша орнықты, дегенмен топ бастаған тұлпарларды да ұмытпауымыз қажет. 10-ші нөмір қазір тамаша қарқынға ие болған. 9-ші нөмірлі Саид, өзі екеуі бір салынама десек, жоқ. 5-ші нөмірлі Imperorға ие болды десек те, Кабирханымыз әзірге өзіндік стиль салуға сәл ғана қалғандай. Дегенмен бұл соңғы 400 метр бар күшті сарқитын бәрін басу керек. Айналмалы тактиканы қолданама. 10-ші нөмірлі қазір Walk of Stars өте тамаша қарқынға ие болып келе жатыр. Ал Кабирханның қарқыны сол қалпы. Дегенмен Walk of Stars осылайша бүгінгі күннің жеңімпазы атанады. Дәл сол және ол бүгінгі күннің Кабирхан енді жеке дара өзіндік орталық жиекпен. Енді жанкер қауымға айта кетейік, құлаққабыс ретінде бұл Кабирхан үшін тер шығару үшін бір сынақ шабыс ретінде
Кабирхан алда бұйырса Сауди капта жалпы финалдарда өнер көрсетеді және сол жерлерде топ жарса міне бұйырса сол деп сенеміз, Ержан? Walk of Stars, сын Дубави, Reflection под седлом Тек Оши и Тимара занимает первое место и выигрывает Аль Мактум Челлендж. Второе место занимает скакун под 5-м номером Imperial Дубави. Два сына Дубави занимают первое и второе место. Качка сложилась не совсем удачно. Я думаю, что Кабирхан там в поворот попал в такой небольшой трафик. Да, и тем не менее Кабирхана, я думаю, что в последующем. А сегодня победу празднует Walk of Stars, сын Дубаки, Тет Оши и тренер Бупат Симар. Нужно сказать, что Бупат Симар занимает здесь первые два места. Imperial Emperor и Walk of Stars. Это подопечный Бупата Симар. Скакал под седлом Ричарда Малина. Тоже очень известный. 6-ші нөмірлі Кабирхан 7-ші орынға ие болды.